Сарматтар біздің заманымыздан бұрын 3 ғасыр мен біздің заманымыздың 5 ғасыр аралығында өмір сүрді. Ерте темір дәуірінде қазіргі Батыс Қазақстан аумағын Сармат тайпалары мекендеген. Олардың аумағы кеңейіп, шығысында Тобыл өзенінің бойымен Арал теңізі, батыста Қара теңіздің солтүстік жағалаулары Дон өзеніне дейінгі аумақта қоныстанды. Сармат тайпаларының Дах, Дай, Даги, Раксалан, Язык, Аорс, Сирақ, Алан секілді тайпалары белгілі. Сарматтар негізінен дала тұрғындары болды. Олар көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығын ұстанды. Олар жылқы, ірі қара, қой, түйе өсірген. Сонымен қатар егіншілікпен айналысып, жабайы аңдар мен құстарды аулап, аңшылықты да кәсіп етті. Сарматтардың ыдыстары қыш пен металдан жасалды. Құш құмыралардың түбі терең және кең болды. Тамақ дайындауға арналған қазандары темір мен қоладан құйылды. Торсық, саба, мес секілді ыдыстарды былғарыдан жасады, ал шыны заттарды шығыс елдерінен алдырды. Сарматтардың баспанасы шатырлар мен күймелі арбалар болды. Киіз үйде тұрды деген болжам да бар. Сармат қоғамында әлеуметтік үйлесім болып, әскери демократия болған. Тайпадағы барлық мәселелерді ру тайпа мүшелерінің қатысуымен ақсақалдар мен көсемдер шешті. Кейін әскери демократия өркендеген кезде ру ішіндегі маңызды мәселелер көсемдер мен ақсақалдар арасында шешіле бастады. Сармат әйелдері тайпаның әскери қоғамдастығында болып, ерлермен қатар жорыққа аттанды. Бұған әйелдердің зираттарынан жауынгерлік қарулардың табылуы дәлел бола алады. Сондықтан әскери демократиялық қоғамда әйелдер құқығы ерлермен бірдей болды. Сарматтардың археологиялық ескерткіштері Жем, Жайық, Елек өзендерінің жағалауында орналасқан. Ең маңызды ескерткіштері Бесоба, Сынтас, Аралтөбе қорымдары. Ерекше жәдігер саналатын Сармат алтын адамына тоқталып өтейік. Атырау облысындағы Аралтөбе обасынан табылған Сармат көсемі мен әйелі ерекше құрметпен жерленген. Сармат көсемінің сырт киімі, қару-жарағы, қорымсағы және асатаяғы алтынмен зерленген. Көсемнің киімі алтын бұйымдармен, асыл әшекейлермен безендірілген. Ал Сармат әйелдерінің киімдерінің жиектері түрлі әшекей моншақтармен безендірілген. Олар алтын сырға, сақина, алқа мен білезіктер таққан. Сарматтарда зергерлік өнердің жақсы дамығанын обалардан табылған осындай әшекей бұйымдар дәлелдей алады. Сармат өнерінде аңдық стильмен қатар полихромдық стиль қатар көрініс тапқан.